Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте пайдалы және оңай дайындалатын бауырдан жасалатын тіске басардың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бауыр, ұн, сүт, жұмыртқа, сұйық май және тұз қажет. Бауырды ұсақ бөліктерге турап аламыз да блендермен еземіз. Немесе ет тартқыштан өткізуге де болады. Сосын оған жұмыртқаны қосып араластырамыз. Негізі ет тартқыштан өткізгенге қарағанда блендермен езген дұрыс, себебі ет тартқыштан өткізсеңіздер бауырдың ұсақ бөліктері болады. Ал блендерде біркелкі етіп түйіршіктері қалмайтындай етіп езіледі. Сосын сүт құямыз және тұз қосып араластырамыз. Ұнды салып жақсылап араластырамыз. Ең соңында сұйық май қосамыз. Осындай консистенцияда болып шығады. Құймақ пісіретін табаны отқа қойып, майлап, жаңағы бауырдан жасалған қамырды құймақ сияқты етіп пісіріп аламыз. Негізі бауыр тез дайын болады. Екі жағында пісіріп алып, барлық құймақтарды пісіріп жинаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін табаға май құйып, ұсақтап туралған пиязды қызартып қуырамыз. Және сәбізді үкіштен өткізіп саламыз. Тұз қосып қуырамыз. Қаласаңыздар, бұрыш қоссаңыздар да болады. Дайын болған соң суытуға қоямыз және тортты жинай бастаймыз. Ол үшін майонезге үкіштен өткізілген сарымсақты қосып араластырамыз да барлық құймақтың арасына бірінші майонезді, сосын қуырылған пияз бен сәбізді осылай жайып шығамыз. Барлығын кезектестіріп, бірінен кейін бірін осылай жинап шығамыз. Бетін сәндеу үшін қайнатылған жұмыртқаны үкіштен өткізіп, бетіне жайып шығамыз. Тоңазытқышқа қойып қоюға да болады 1-2 сағатқа, немесе бірден дастарханға тартуға да болады. Қазір кесіп көреміз. Торттың барлық қабаттары өте әдемі көрінеді және өте дәмді болады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Міне дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер және менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Жасап жатсаңыздар ас болсын.